кеше ЛРТ туралы видео түсірген болатұғым. Бір тәуліктің ішінде міне 65 мыңдай қаралым жинапты, астына біраз комментарий жазып тастапты. Енді бұл видеоның мақсаты халықпен ақылдасу болған етін. Комментарийде кейбір кісілер жазыпты, видеоны не үшін түсірдің, не үшін халықтан сұрадың, ЛРТ-ның дауысы келе ме, келмей ме, дискомфорт бар ма деп. Енді біздің жұмыс енді үй көрсету, ипотека бойынша көмек болғандықтан бізге келген клиенттерге біз үйді енді айтады ғой, как попало деп, кез келген бірінші кездескен үйді көрсете бермейміз. Цена качество дейді, бағасына тұрарлықтай, өзімізге алатындай варианттарды көрсетуге тырысамыз. Мысалға алғанда, техникалық тұрғыда проблемасы бар үйлерді, немесе құжат жағынан проблемасы бар үйлерді, немесе жаңағыдай локация жағынан қандай да бір мәселе болса, көрсетпейміз ондай үйлерді. Сол үшін де менде осыған дейін ойда жүрген болатұғын, жаңағыдай ЛРТ-ға терезесі қарап тұрған үйлерді кейбір клиенттерге ұсынбай ақ қою керек пе деп. Әсіресе үйде үлкен адамдар болса, жаңағыдай дауыс қатты әсер етіп дискомфорт болатын болса деген ой болатұғын. Енді соны халықпен ақылдасып, кеше қатты шум бола ма, қалай болады екен деп сұраған кезде комментарийде бір 80-90% нормально, бәрі қатты естілмейді, естілгеннің өзінде қатты әсер жоқ деп жазыпты. Енді осы видеодан кейін осындай ой келді, ЛРТ-ның жанындағы үйлерді қорықпай халыққа, клиенттерге ұсына беруге болады деген. Енді комментарий жазып, кері байланыс беріп жатқандарыңыз үшін алғыс. Бір қуаныштысы, негативті комментарийлер өте аз. Айтады ғой, халық айтса қалып айтпайды деп. Сол үшін де бір ситуация болса, сұрақ болса, халықпен ақылдасқан дұрыс деп ойлаймын. Жақсы, парақшаға тіркеліп қойыңыздар.